Ya ана жерді көрсеттім ғой енді. Мынаның арасын ашып көрейін деген ғой. Сөйтсем бұның ішінде де әжептәуір шылаусындар жүр. Көріне ме, көрмей ме? Жақындатып қояйық. Көлсісімен көлсілері бар әжептәуір шылаусындар жүр екен. Ар жағында жоқ екен, бірақ мына жердің қай жерін ашсаңда шылаусын толып отыр екен. Зато көбейген. Енді мынаған қарай да өткен екен ғой жарықтықтар. Керемет. Аллаға шүкір. Сомнение болмасын деп мына жерде тағы бір жерін ашып қарайық. Бір не алған, о бетіндегі сабанды алсаң бар ғой. Осы жерде ақ жүр ғой олар. Жаңағы кішкентай балдары мынау. Көріне ме, көрмей ме? Бетіндегі жаңағы неден шыққандары ғой. Жұмыртқасынан шыққандары ғой. Қыстың күні қалай болады деген кісілерге айтатыным, мынау мен өзі Қызылорда облысы Шиелі ауданы Алғабас ауылынан. Бұл жерде мынау бізді арқа жақ дейді, онан жақ көріп тұрсыздар ғой. Ашық жел деген алаң сол жақтан ұратты отырады бізге. Бұл енді қаншама жел соғып тұрса да суық болып көрініп тұрады ғой. Кішкене суықтың өзін жел білесіздер қалай соққы жіберетінін. Қардың үстіне құлап. Бұны бері қарай жақындатып жүрейік. Бұлар енді үйренді бұл жерге де. Бұл жердің ауа райына да үйренді. Көбейіп жатыр. Бір қуантатыны керемет көбейіп жатыр. Аллаға шүкір дейміз. Қорықпаңыздар, асыраңыздар. Таза биогумус шығарып, таза табиғи тыңайтқышпен таза өнім жеңіздер.